Барлық құрметті студенттер, сіздермен бірге өндірістік оқыту шебері Нұрлан Салтанат Аман жалғасы. Бүгінгі біздің өндірістік оқытуымыздың атауы веб бағдарламалау және интернет технологиялар. Тақырыбымыз кестелермен және олардың атрибуттарымен жұмыс. Жалпы интернеттің қазіргі дамуы 90-шы жылдар басында компьютерлер арасында мәлімет алмасудың жаңа хаттамасы протокол пайда болғаннан кейін басталды. Бұл хаттама Hypertext Transistor протокол гипермәтінді тасымалдау хаттамасы деп аталған болатын. World Wide Web сөзі қазақ тілінде кеңейтілген бүкіл әлемдік өрмек болып аударылады. HTML Hypertext Markup Language гипермәтінді белгілеу тілі. Ол кәдімгі гипермәтінді веб парақтар түрінде бейнелеуге арналған ережелер жиынын анықтайды. Бұл файлдардың басым көпшілігі веб парақтар түрінде HTML тілінде жазылған арнаулы файлдар түрінде болды. Веб парақтар мазмұнын әртүрлі бола береді және олар әртүрлі тақырыптарды қамтиды, бірақ олардың бәрінің де негізгі жариялануы, яғни жазылу тілі HTML болып табылады. HTML тілінің негізгі ұғымдарына тоқтала кететін болсақ, гипермәтін қосымша элементтерді басқару мақсатында ішіне арнаулы код, яғни екпінді элемент орналасқан мәтін, ол мәтін ішіне дыбыс, сурет, мәтінді безендіру, пішіндеу істерін орындауды белгілейтін сөздер орналасады. Яғни гиперсілтеме бірінші біздің негізгі ұғымдардың бірі гиперсілтеме. Яғни парақ элементтерінің ортасында гиперсілтеме көрсетілген мәтінмен немесе суретпен кейбір объектілермен немесе адрестермен байланыс жасайды. Келесі гиперсілтемені анықтау үшін бізге көшетін екінші құжатқа қыстырма жасайды. Қыстырма жасалғаннан кейін сақтаймыз. Гиперсілтеме жасалынатын сөзді белгілеп, гиперсілтемені жасайды және қосымша терезе ашылады. Тегтердің атрибуттары, яғни бүгін біз тегтердің атрибуттары жайында әңгіме қозғаймыз. Яғни бізде көбінесе ашылу тегіне әсер ететін түрлендірулер атрибуттары болады. Атрибуттар немесе сипаттамалар тек атауынан және бірінен бос орын арқылы бөлініп жазылған қосымша түйінді сөздерден тұрады. Көбінесе атрибуттардың мәнін жазу керек болады. Атрибут мәні оның түйінді сөзінің теңдік, яғни теңдік белгісі арқылы белгіленіп жазылады. Яғни біздер блокнотта немесе арнайы HTML программасында жұмыс істеген кезде біз атрибут мәні оның түйінді сөзіне теңдік, яғни тең белгісін қою арқылы бөлініп жазылатынын ұғынамыз. Мәтінді безендіру келесі. Мәтінді абзацтарға бөлу. Оның ең қарапайым жолы R ашу тегін және P ағылшынша P жабу тегтерін қолдану. Мысалы HTML head title абзацтарға бөлу, title head, яғни бұл жерде абзацтарға бөлу бізде кодтары. Екінші тегтары, яғни body, P бірінші абзац, P екінші абзац. Сіздер келесі сабақтарда тәжірибелік жұмыстарда осындай кодтар, тегтарды үйрену арқылы тәжірибелік жұмыстар жасайтын боласыздар. Яғни сіздер блокнот редакторында жазылу жолдарымен таныс боласыздар. Бізде мына жерде мысал келтірілген, бұл блокнот редакторында жазылуы. Бұл жерде көріп тұрғанда HTML head, мына жерде бізде тегтар бірінші абзац, екінші абзац, абзацпен барлығы көрсетілген. Екінші абзацқа бөліп жазған мәтінді біз браузер арқылы ашып қарай аламыз. Яғни браузер арқылы өздеріңіз білесіздер, қандай браузер арқылы ашқыларыңыз келіп, сол арқылы блокноттан бір уақытта ашып көре аламыз. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деген ойдамын. Келесі тәжірибелік жұмыстарда сіздер осындай тегтермен, абзацтармен жұмыс жасау арқылы тәжірибелік жұмыстарда